Так, саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге ADS менеджермен таргет жарнамасын жіберуді көрсетемін. Соңғы 2023 жылы соңғы обновлениемен жасалған таргет. Ол үшін ADS менеджерге кіреміз, күнделікті өзіңіз білесіз. ADS менеджерге кіріп, сізге таргет жіберуді көрсетемін. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, мен сіздерге барынша пайдалы ақпарат айтамын. Кеттік ендеше, мына жоғарыда тұрған жасыл кнопка тұр ғой, плюс деген, соны басамыз. Енді барлығы түсінбей жатыр. Бұрында біз трафик таңдап жіберетін едік қой деп жатыр. Өкінішке орай біз трафик арқылы жібере алмаймыз. ADS менеджермен вовлеченоспен жібереміз. Яғни біз сообщениеге жазғызу үшін, WhatsApp-қа жазғызу үшін клиентті вовлеченос таңдаймыз ADS менеджермен жібергенде. Яғни, түсінікті болды деймін, ойлаймын. Трафикпен біз жібере алмаймыз. Ол кезде біздің сообщение келмейді, қате, анау-мынау, туда-суда, блокқа кетеді, тағы басқа. Сондықтан тек қана вовлеченоспен жібереміз. Кеттік, вовлеченос басамыз, астында создать вручный деген кнопканы басамыз. Бізде осындай 3 бөлім шығады. Как не сияқты, ноутбук сияқты, компания, группа объявление бөлімі. Так, бірінші бізде бірінші тұрған, компания деп тұр ғой, сведение о компании вовлеченос. Яғни біздің таңдағанымыз, теліміз тұрады, вовлеченос деп. Ондай название компанияға біз өзіміздің қалаған. Мысалы, сіз курс сататын болсаңыз, курсқа жіберіп жатсаңыз, курс, клиентке жіберіп жатсаңыз, клиент деген сияқты өзіңіздің шатаспас үшін жазып қоямыз. Одан кейін бізде особая категория реклама деген керек емес, ештеңе істемейміз, кірмейміз оған. Одан кейін бізде бюджетке өзіміздің бюджетіміз қоямыз, яғни 5, 6, 10 өзіңіз қалаған. Ежедневный тұрса, егер сізді күнделікті осы сумманы алады, или все срок действия дегенде осы сумманы алады. Түсінікті? Бірақ ондай все срок действия болатын болса $31 деп тұр. Енді кеттік, далее кнопкасын басамыз. Далее кнопкасы басқан название группа объявление бөлімінде біз ештеңе жазбаймыз. Егер сіз все срокта қалып кетіп ежедневный қылайын. Далее. Енді қараңыз, мен группа объявление бөліміне келдік. Название группаға біз не жазамыз? Бұл жерге егер сіз бір бюджетпен 5-10 баннер жіберетін болсаңыз, сіз шатасып кетпес үшін бірінші аудитория, екінші аудитория деп, бір баннер деп жазып қоюыңызға болады. Бұл жерде біз егер сіз аудиторияларды 3-4 аудиторияны тесттен өткізем, дубликат жасаймын, яғни бір бюджетпен 3-4 аудиторияға жіберем десеңіз, осы жерге мысалы сіз аудитория 1-2 деп жазып қойсаңыз болады. Мысалы деп жатырмын, егер ондай алып жасамайтын болсаңыз, керек емес жазып, яғни. Одан кейін пустой қылып қойма дейді маған. Ауди деп қоя салайын. Так, шықтық. Енді бізде бұны бірақ біз соткамен істей алмаймыз, ноутбукпен істейміз. Келесі сабақта сізге ноутбук версия, сотка арқылы қалай ноутбук версия шығарып жіберуге болады, соны көрсететін боламын. Так, одан кейін бізде конверсия. Так, конверсияда бізде ең маңызды нәрсе астындағы WhatsApp бизнес деген птичканы қоямыз да, мессенджер деген алып тастаймыз. Ең маңыздысы осыны ұмытпаңыздар. Осы неде сообщение тұрады, басқа ештеңе ауыстырмаймыз. Одан кейін бізде аудитория бөліміне келеміз, яғни сізге Қазақстан или бір қала болса редактировать деп қаланы жазамыз. Одан кейін детальный таргетинг таңдайтын болсақ таңдаймыз. Возраст, пол, оның барлығын білесіздер деп ойлаймын. Жасым мына жерде, мысалы 64, өзіңіздің қалаған жасты, қалаған полды таңдай аласыз. Одан кейін бізде место размещения, бізде ең маңызды бөлім, ең соңғы қараңыздар. Осыған кіреміз да, ештеңе жоқ сияқты вроде, но место размещения үстін басқан кезде шығады. Көрдіңіз ғой? Одан кейін біз вручной деген таңдаймыз да, устройство деп тұр ғой, соған кіреміз, мобильный устройство, компьютер деген компьютерді алып тастаймыз. Одан кейін платформаға кіріп, Facebook'ты алып тастаймыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді лента интересіне қалу керек. Егер біз осы ADS менеджермен жіберетін болсақ, тек қана лента интересіне ғана жібереміз. Все. Кеттік, дальше далее басамыз. Одан название объявление ештеңе жазбаймыз. Біз яғни бірақ баннер жіберейік деп жатық. Бір аудиторияға, егер сіз 3-4 аудиторияға 3-4 баннер жіберетін болсаңыз, жазуға болады, шатасып кетпес үшін. Ал былай керек емес. Одан настройка реклама деген
бұл жерде өзіміз кольцо галерея ма или бір видео бір фото саласыз ба деген сияқты тұр. Сол кезде біз одно изображение таңдаймыз. Одан креативті өзіміз таңдап одно изображение үстін басып, нәжден керек өзіміздің фотомызды алып готованы басамыз. Одан кейін основной текстке біз өзіміздің қалаған оферіміз жазып қойсақ. Одан кейін бізде міне қараңыз, былай мына жерде редактировать шаблон сообщений деген тұр астында. Міне соны басып біз мына жерде өзіміздің нелерімізді жаза аламыз. Мысалы мына жерге клиент қандай сөзбен келу керек, сізге соны жазасыз ғой. Мысалы сәлеметсіз бе, курс алғым келеді деген сияқты сұрақпен келеді сізге. Сіз клиент келген кезде клиент жазып отырмайды, осыны сразу басады, өзіңіз сол сөзбен келеді. Мына жерге текст деген жерге тұр ғой, текст приветствия деген жерге мысалы бит жазып қойсаңыз болады ол жерге. Яғни ол жазылып тұрады, мынандай ағылшынша сөз жазылып тұрмайды да, просто не жазылып тұрады. Сәлеметсіз бе? Или болмаса сәлеметсіз бе емес, былай жазып қойсаңыз болады. Толық ақпарат алу үшін төменді басыңыз деген сияқты, я? Вот, одан кейін біз мына жердегі вопрос 3 дегендерді өшіре алмаймыз, осылай тұрады. Егер ноутбукпен жіберсек, өшіруге болады. Все, шығамыз. Бізде дайын. Ең соңғы бізде мына астында тұрған призыв к действию деп тұр. Отправить сообщение в WhatsApp деген сияқты. Соған кіріп, подробный или WhatsApp өзіміздің қалаған немізді таңдай аламыз. Одан все, біз уже дайын проверка жібереміз да, қарап шығамыз полностью. Көрдіңіз ғой, фотомыз барлығы тұр. Одан кейін мына опубликовать кнопкасын басып, таргет жарнамасын жібереміз. Яғни таргет жарнамасын жіберген кезде бізде басында проверкада тұрады, содан кейін действующий болады. Проверкада әркімде әртүрлі тұрады. 1 сағат, 40 минут, 30 минут, 2 сағат, 3 сағат әртүрлі. Ол баннерге өзі сол страницаның белсенділігіне, яғни бұрыннан авторитет болса тез шығады, жаңадан жіберіп алса ұзақтау тексереді деген сияқты солай болады. Ал сәттілік, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, пайдам тисе лайк басып кетіңіздер.